Барлықтарыңызға сәлем, менің құрметті тыңдармандарым. Әңгімем ұнаса, маған тіркеліп, лайк басып кетіңіздер. Кейде бір ғана шешім адамның бүкіл өмірін өзгертеді. Бір сәттік қорқыныш, бір ауыр шешім жылдар бойы жүректе жара болып қалады. Бүгін мен сіздерге бір ананың өкінішпен кешірімге толы шынайы оқиғасын айтып бергім келеді. Ол әлі жас еді. Бала өміріне дайын емес екенін түсінді де қорқынышы жеңіп кетті. Сол қорқыныштың салдарынан ол өмір бойы өкінішпен өмір сүреді. Тастанды бала көбейіп кетті деп қазір жұрттың бәрі қыздарды жамандауға үйреніп алған. Алайда қыздар сол сәтте қамқор болар ешкімді таппаған соң сондай әрекетке баратыны өтірік емес қой. Мұндай жағдай жас күнімде де менің басымнан өткен болатын. Менің жасым 39-да, 3 баланың анасымын. 2 ұлым, 1 қызым бар. Отағасы екеуміз әйтеуір қарапайым еңбектеніп, нанымызды тауып, бала-шағамызды асырап жатқан жайымыз бар. Үлкен ұлым жоғары оқу орнында оқиды. Ал қалған 2 балам мектеп қабырғасында жүр. Қазір менің жасым 40-қа тақап қалды. Бірақ бұдан 22 жыл бұрын істеген әрекетім менің жанымды жиі мазалап тұрады. Мен де жас болдым, мен де кезінде махаббатқа мас болдым. Тіпті ойлап отырсам, мектептегі құрбыларымнан ерте есейіп кетіппін. 9-шы сыныпта оқып жүрген кезімде сыныптас құрбыларым әлі де ойын баласы болып, ойынға қанбай жүргенде мен сылаңдап бой түзей бастадым. Әрине, сөз жоқ. Менің тіземнен келетін қос бұрымым, әдемі мүсінім, шыттай болып, таптаза болып жүретінім. Сабақтан тыс уақытта әдемі көйлектерімді киіп алып, ауылдың шеткі жағындағы әпкемнің үйін бетке алатыным. Осының барлығы елдің назарын аударды. Мен сабақты аса жақсы оқымадым. Мектептегі үлгерімім орташа болғанымен, кешкілік мектепте ұйымдастырылатын би кештерінің сәні болдым. Өзім көрікті болғандықтан, әке-шешем де мені елден ерекше қылып киіндіргенді қалады. Елдің қыздарында жоқ, әдемі көйлек, әшекей атаулының барлығы менде ғана болды. Мен қос бұрымымды 2-ге өріп алып, көшеге шыққанда ер азамат атаулы сыртымнан сұқ көзін қадайтын. Әрине, анамның ойынша мен өз ойын іркіп жеткізе алмайтын, ұяң, ибалы қыз болып өсіп келе жаттым. Бірақ мен жұрттың назарын аудару үшін кей кездері ұяңдықты ысырып қоятынымды ол кісі біле бермейтін еді. Мен 9-шы сыныпта тамамдап, 10-шы сыныпқа көшкен жылы ауылда өзімнен 4 жас үлкен жігітпен жүрдім. Бастапқыда өзімнен үлкен, мектепті бітіргеніне 4 жыл болған жігіттің маған сөз салғанына кәдімгідей мақтандым. Құрбыларымның арасында мұны масаттанып тұрып айтып та жүрдім. Күндіз мектепте, кешкісін сол жігітіммен кездесіп жүрдім. Үлкен жігіт келгеннен кейін біздің үйдің маңына басқа да жігіттер жолай алмайтын болды. Осылай 3-4 айға дейін жай ғана кездесіп жүрдік. Артынан біздің қарым-қатынасымыз тіптен салмақтана түсті. Мен 10-шы сыныптың 3-ші тоқсанында жігітіммен төсек қатынасына түсіп қойдым. Алғашында қарсылық білдіргеніммен бәрібір үлкен жігіт мені құрығына түсірмей қойсын ба? Уақыт өте келе біз кәдімгі ерлі-зайыпты адамдардай болып жүріп бастадық. Кешкісін ол келмей қалса, мен кәдімгідей алаңдайтынмын, мазасызданатын да болдым. Осылайша елеңдеп, алаңдап жүріп, 1 жылдың өте шыққанын да аңғармай қалдық. Бұл кезде біздің ара-қатынасымыз біраз адамға белгілі болып қалған. Мектептегі мұғалімдердің мені атарға оғы жоқ. Талай қыздар жиналысында мәселем қаралып көтерілген болатын. Былайша айтқанда, мектептен әбден сүйкімім кетті. 11 жылдықты бітіріп, тезірек осы мектептен кетіп қалуды ғана тілеп жүрдім. Ендігі 1 жылға шыдау, сырт көздің гулеген сөзі, құрбыларымның алшақтауы, сыныптастарымның өз орталарына мені қоспауы, мұның барлығы мені әбден мезетті. Жігітім екеуміз бұрынғыдай емес, елдің сөзінен қашқақтап, менің шешемнің қақарынан қорқып, анда-санда ғана бір кездесетін болдық. Сөйтіп жүргенде тағы 1 жылға жуық уақыт зу етіп өте шықты. Біз үшін мектеп бітіруге даярлық басталды. Сондай бір қызу дайындықтардың бірінде мен қатты ауырып қалдым. Құсып, басым айналып, әбден мазам кетті. Осылай 1-2 ай өтті. Әбден жүдеп, салмақ тастағанымды байқаған шешем бір күні мені шақырып алып мән-жайды сұрады. Мен еш жерім ауырмайды, тек ұйқы басып құсамын, тәбетім жоқ дедім. Бұл 17 жасқа енді толған кезім еді. Шешем бірден жаман ауру болып қалмадың ба деп шошынып, ертесінде мені емханаға тексеруге апарды. Келесі күні біз өткізген сараптамалық талдаулардың шыққанын айтып, дәрігер үйге қоңырау шалды. Содан соң бірден емханаға келуімізді ескерткен болатын.
Алқын-жұлқын дәрігерлердің алдына барсақ, әлгі кісі маған «Сен құрыпсың ғой» дегені түкке түсінбеймін. Сөйтсем, 3,5 айлық мерзімде менің аяғым ауыр екен. Анамның түрін көріп, мен қатты қорықтым. Екеуміз үйге үн-түнсіз келдік. Менің зәре-құтым қалмаған. Кешкісін жігітіммен кездесіп, айтуым керектігін ғана ойлап келем. Анам үйге келді де, екі бүктеліп жатты да қалды. Әкем естісе, не боларымды ойласам, тіпті жаным жай таппайды. Зарықтырып кешті де батырдым. Ол келмеді. Келесі күні тағы күттім, тағы да келмеді. Ақыры бір досын араға салып, оны шақырттым. Келген бетте мән-жайды айтып едім, үндемей тұрды да, қалаға кетіп бара жатқанын, 10 күннен кейін қайтып келетінін, бәрі жақсы болатынын айтып кетті. 10 күннен артық күттік, бірақ ол сол кеткеннен оралмады. Осы мезетте анам мені ел көзінен жырақтатып әкетуді ғана ойлады. Содан соң әкеме 1-2 малды сатқызып, мені оқуға апарып түсіремін деген желеумен бір күнде ауылдан алды да кетті. Қалаға келіп, біраз дәрігерлердің есігін қақтық. Ол 90-шы жылдардың кезі еді ғой. Медицина әлі онша дамымаған. Бірде-бір дәрігер маған көмектескісі келмеді. Енді не істеу керек? Анам мені қаланың бір шетіндегі татар әйелдің тамына орналастырды да, өзі ауылға қайтты. Ауылдағыларға қызым оқуға түсті деген екен. Әрбір ай сайын менің келіп халімді біліп тұрды. Үйіп-төгіп азық-түлігімді әкеліп тастайды. Татар әйелге мені қараған үшін қосымша пұлын төлеп кетеді. Осылай жүргенде ай күнім жетіп, өмірге бала әкелдім. Мені босанды дегенде естіп алып, анам ұшып жетті. Осы кезде есімді жиып, баламды бауырыма алып, 1-2 күн емізіп те үлгерген едім. Екінші күні анам да келді. Дәрігерлерге қолындағысын барын беріп, менімен кездесті. Кездескен бетте маған баланы осында тастаймыз деп түсіндірді. Мен ешқандай қарсылық таныта қоймадым. Ертесінде өз қолыммен баладан бас тарту хатын жазып, баланы тастап перзентханадан шықтым. Бастапқыда мен үлкен қателік істедім ғой деген ой мені тіптен мазалаған да жоқ. Анам екеуміз сол кезде бұл құпияның ешкімге жария болмауын ғана ойладық. Осылай жылдар өте берді. Мен қалаға әбден бейімделдім. Жай мен педагогикалық колледжді тәмамдадым. Мұны бітірген соң қаланың мектептерінің біріне жұмысқа тұрдым. Артынан ағылшын тілі мамандығын меңгердім. Тұрмысқа да шықтым. Қазір мектепке сыйлы ұстаздардың бірімін. Әрине, барлығы бірден жақсы болып кеткен жоқ қой. Мен де талай қиындықты басымнан өткіздім. Отағасының мінезімен менің мінезім үйлеспей, ажырасып қайта қосылған күндеріміз де болды. Әйтеуір, отбасылық қиындықтардың біразын еңсердік. Қазір ұлым 2-ші курс студент. Қызым биыл 11-ші сыныпты тамамдайды. Кіші ұлым 9-ші сыныпта оқиды. 3 баламның әрбір жетістігіне қуанып, соларға барынша дұрыс тәрбие беруді қалаймын. Дегенмен, соңғы 7 жылдың ішінде 17 жасымда істеген қателігім жиі мазалайды. Кейде тастап кеткен балам түсіме жиі енеді. Тіпті кейде «Шеше, мен ғой бұл, тастанды балаң» деген даусы құлағымда жаңғырып тұрып алады. Қазір соңғы 3 жыл бойы ұйқыдан да қалдым. Ауырмайтын жерім жоқ. Анамның көзі кеткен. Ол кісі бірнеше жыл бұрын бақилық болды. Бұл құпияны білетін жалғыз менмін. Күйеуім мұндай құпиямның барын мүлде білмейді. Уақыт өткен сайын мені аразабы жиі мазалап жүр. Мен осы аразабынан құтылу үшін тастап кеткен баламды іздегім келеді. Бірақ күйеуімнен 3 баламнан қорқам. Олар менің бұл жайымды түсіне ме? Қаншама жыл іште сақтаған күнәмді оларға қалай айтамын? Сәл болса менің қызғанып шыға келетін күйеу мұны естісе қандай әрекет жасайды? Осындай сауалдар мазалағанда мен бұл күнәмді өзіммен бірге ала кетермін деп те ойлаймын. Осындай сәтте не істерімді білмеймін. Жүйкем әбден тозып бітті. Ешқандай да айла шарам жоқ. Құрметті оқырман, енді мен не істеуім керек? Әлде бұл құпияны сол бетінше жабық қалдыруым керек пе? Жабулы қазан жабулы күйінде қалсын дейін десем, түсімде ылғи тастанды баламды құшақтап жүремін. Оңаша қалғанда ол менің сыртымнан қарап тұрғандай болады. Әбден қиналып біттім. Кейде қара терге малшынып барып, таң ата бірақ ұйықтаймын. Маған ақыл қосыңыздаршы. Бұлар азабынан қалай құтылсам болады? Адам тағдыры бір сәттік шешімнің жемісі. Кейде біз өткеннің салмағын жылдар бойы арқалаймыз. Бірақ әрбір ананың жүрегі кешірімге толы. Тек соны уақытында сезіне білсек болғаны. Бұл оқиға сізге ой салса, пікірде бөлісіңіз. Өмірде бәріміз қателесеміз. Бірақ әрқайсымыздың жүрегімізде кешірім мен үміт бар екенін ұмытпайық.